Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін дәл осындай еш қоспасыз тез дайындалатын компоттың рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, мені қолдап отырыңыздар. Бұл компотты дайындау үшін бізге алма, қара өрік және жүзім, бір лимон қажет болады. Барлығын жуып, тазалап алып, осылай алмаларды бөліктерге бөліп, оның ортасындағы дәндерін алып тастайтын боламын. Алмалардың барлығын турап болғаннан кейін лимонды дәл осылай домалақ қылып турайтын боламын. Және оның ортасындағы дәндерін алып тастаймын. Қажетті банкілер мен қақпақтарды дәл осылай стерилдейтін боламын. Енді стерилденген банкілерге туралып дайын тұрған жемістерді саламын. Ең алдымен алманы, одан кейін қара өрікті және жүзімді саламын. 2 литрлік банкіге туралған лимонның 1 данасын, ал 3 литрлікке 2 данасын саламын. Оның үстіне қант саламын. 2 литрлікке 200 грамм, ал 3 литрлікке 300 грамм қант салатын боламын. Дәл осылай қантты салғаннан кейін үстіне қайнап тұрған суды құйып, қақпағын бірден жауып тастаймын. Қақпағын жапқаннан кейін дәл осылай қозғайтын боламын, себебі ішіндегі қант толық еруі қажет. Міне менің компоттарым дайын. Егер де каналыма тіркелмесеңіз, тіркеліп қоңырау шанына басуды ұмытпаңыз.